Кеңес үкіметі көз тірісінде Әлиханнан қалай қорықса, аруағынан да солай қорықты. Әлихан Бөкейхановтың атақты Бөкей ордасының хан тұқымынан шыққанын, қазақтың тәуелсіздігін көксеген Алаш партиясының көшбасшысы екендігін біле тұра, көпке дейін кеңес үкіметінің өзі оған тісін батыра алмады. Ол кісі 15 жылдай Мәскеуде мырзаға мақта ұсталды. Сонда большевиктердің өздері үшін қауіпті адамды бірден атып тастауға тегеуріні жетпеді ме? Әлихан хан тұқымы болған, есептеп қарасақ Шыңғыс ханның 23-ші ұрпағы екен. Төрелердің негізінен сол Шыңғыстан тараған ұрпақ екені даусыз ғой. Ал бай десе, хан ұрпағы десе, төбе шашы тік тұратын большевиктер неге Әлиханды бірден атып тастамады дегенге келсек, большевиктер марксистер. Әлекең сол Сібір аймағында марксизмді насихаттаған бірден-бір адам болған. Сол үшін Әлекеңді Мәскеуге алып келгенде Лениннің өзі, оның үзеңгілестері Әлихан Бөкейхановты ұлт көсемі ретінде, саяси тұлға ретінде сыйлаған. Сондықтан сондай адамды бірден атып тастауға олардың моральдық қақысы болмады. Ондай көсемін бірден атып тастаса, елі көтеріліп кетпей ме? Әлекеңді Мәскеуге алып келгендегі бірінші себеп ол кісіні ең алдымен елінің есінен шығару керек болды. Екіншіден, оның ізін басқан үзеңгілестерінің көзін жойып, сосын үшінші кезекте барып Әлихан Бөкейхановқа ауыз салды. Оны тек Сталин ғана атуға бұйрық шығарды. Себебі Сталин кезінде қарақшы болған адам. Сондықтан билік басына келгенімен не марксизмге, не ленинизмге сенбей, тіпті биліктегі өзіне қарсы шығады деген үзеңгілестерін де қырып тастады. Әлиханның жерленген жерде ұзақ уақыт құпия ұсталып келген. Себебі кеңес үкіметі көзі тірісінде ол кісіден қаншалықты қорықса, оның аруағынан да соншалықты қорықты. Шындығында ол кісінің сүйегінде қалдырмай отқа өртеп, күлін ғана шашып жіберген. Әйгілі Донской зиратына барып директорымен жолыққанымда, ол кісі осы шындықты мойындады. Ендігіде оны жасырудың не құны қалды? Ал қадірін білген адамға Әлихан Бөкейханов адамзат тарихындағы өте сирек кездесетін санаулы тұлғалардың бірі. Оның деңгейі Махаттама Ганди, Ататүріктен еш кем емес. Алайда өкініштісі, біздің өз бағымызға туған, өзіміз үшін құрбан болған тұлғаны сол деңгейде бағалауға өреміз жетіп жүрме? Мариям Аббастар сұхбатынан. Ақпарат Алаш айнасы порталынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.